Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге дәмді ас каналы. Бүгін біз тефтели дайындаймыз. Осылай бір пиала күрішімізді әбден жуып, отқа қоямыз. Күрішіміз дайын болғанша ошо фаршымызды дайындай береміз. 800 грамм фаршымызға 250 грамм пиязымызды турап, бір қасық тұзымызды салып араластырамыз. Қара бұрыш, қызыл бұрышымызды салып араластырамыз. Қасықпен араластырған өте ыңғайсыз, сондықтан қолмен араластыратын боламын. Өзімнің жанұяма дайындап отқандықтан қолмен жасай беремін. Осылайша фаршымызды пиязбен араластырамыз. Енді күрішіміз дайын болды. Дайын болған күрішімізді суытып қойып, осылай саламыз. Күрішімізді қатты пісірудің керегі жоқ, сәл бұқтыртып алсаңыздар болды. Үстіп әбден араластырамыз. Бәрі бір келкі болып араласу керек. Менің каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен бірге дәмді ас каналы. Болашақта да қызықты рецептер көрсететін боламын. Енді осы фаршымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқа бізге осы фарштың ыдырап кетпеуіне себепші болады. Бәрін фаршты біріктіріп ұстап тұрады. Осылайша фаршымыз араластырып, әдемелеп. Пешке салатын протеинімізді дайындап, майлап, май құйып майлап, енді фарштарымызды домалақтаймыз. Өйткені біз тефтели жасап жатырық духовкада. Осылайша фаршымызды домалақтап қоямыз. Әркім өзінің қалауынша жасайды. Мен үлкен емес, кіші емес, осылай орташа домалақтар жасадым. Енді духовка қысып тұрған духовкамызға 220 градуста осылайша жарты сағатқа қоямыз духовкамызға. Пешіміздің газымызды қосып, сковородкадан 4-5 ас қасық май құйып, сұйық май. Осылайша бір бас пиязымызды турап саламыз. Мен осылай турадым пиязды, перья дейді. Үстін майға салып қуырамыз, қызып тұрған майымызға салып. Үстінен үпкіштен өткен бір түйір сәбізімізді саламыз. Пияз бен сәбіз қуырылып жатқан кезде бір бас қызанағымыз бен бір бас болгар бұрышын турап дайындаймыз. Жарты қасық тұз саламыз. Дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Әркім өз қалауынша жасайды. Қызанағымызды саламыз, бір бас қызанағымызды. Болгар бұрышын саламыз. Әбден араластырып, үстінен бір ас қасық томатымызды салып қуырамыз. «500 мл-де жарты литр су құйып, бір 5 минут қайнатып аламыз. Бұл уақытта біздің пешімізде дайын болды. Фаршымыз. Енді дайындаған осы зажаркамызды осы фарштың бетіне саламыз, домалақтарымызға, тефтелиларымызға. Үстіп қайтадан
пешке бір 10 минутқа қойып аламыз. Минутқа қоямыз. Пештің астыңғы жағына қойдым. Астынан жақсы піседі. Мен бұған енді пюре дайындаған болатынмын. Өстіп пюренің үстіне салып берсеңіздер өте керемет болады, дәмді болады. Біздің дәмді тағамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен бірге Дәмдас каналы.